Саламатсың бала. Бүгінгі сабағымыз 2-ші сынып қазақ тілі сабағы. 91-ші сабақ. Жалпы есім және жалпы есім. Бүгінгі сабақты көрден алды каналға тіркеліп, қоңырау түймесін басты қойыңыздар. Бүгінгі сабақ тақырыбы зат есімнің жалпы және жалпы түрлерін ажыратуды үйренемін. Өлеңдегі негізгі ойды анықтаймын. 27-ші жаттығу. Суреттерге қара, олардың астындағы сөздерді оқы. Суреттерді айна деген сөз бар. Айна тұрмына жерде. Ал одан кейін қыздың суреті бар. Ол қыздың есімі айна екен. Ал алма деген алма бар, жейтін алма. Және алма бұл екінші қыздың есімі екен. Суреттерге қатысты сөздердің бірі кіші әріппен, бірі бас әріппен жазылған. Оның себебі неде деп ойлайсың дейді. Өзің қорытынды жасап көр. Оны келесі беттегі мәліметпен салыстыр дейді. Балалар, бұл жерде айна деген заттай бұл жалпы есім болып саналады. Алма да жалпы есім болып саналады. Өйткені ол алма деген жеміс жидегі жалпы түрде айтылады. Ал айна адамның есімі жалқы есім болып саналады. Олар жекеше түрде айна және алма деп үлкен әріппен жазылады. Жалқы есімдер барлығы үлкен әріппен жазылады. Кісінің аты жөні, жер, су аттары, жан-жануарға қойылған атаулар жалқы есім деп аталады. Жалқы есімдер әр уақытта бас әріппен жазылады. Мысалы, Әсел, Алматы, Іле, Құтжол деген сияқты жер атауларында үлкен әріппен жазылады және жалқы есім болып саналады екен. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Келесі жаттығуымыз 28-ші жаттығу. 28-ші жаттығу өлеңді жатқа жаз. Бекен, төкен, тете екен, тете үлкені, бекен екен. Жалқы есімдердің астын сыздайды. Бұл жерде өлеңде жалқы есімдер бекен деген адамның аты, төкен деген адамның аты және тете деген сөз. Бұл тете деген жатпайды. Тек бұл жерде бөкен және төкен деген жатады. Өйткені бұл адамның есімі, бұлар жалқы есімге жатады екен. Осылай жазып қоясыздар, өлеңді жатқа жазасыздар. Келесі жаттығуымыз 29-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Қанат, Марат екеуі қамшы өре алады. Таңат, Талап екеуі тамаша ән салады. Самат, Сағат екеуі төгілтіп күй шертеді. Жанат, Манат екеуі киім кешек тігеді. Балаларды өнерлі есептеп сен көр енді дейді. Енді бұл жерде неше бала есептеп көр дейді. Қанат, Марат 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 екен, 8 бала екен. Енді өлеңдегі негізгі ойынды анықта дейді. Өлеңде негізгі ойымыз бұл жерде балалардың қандай өнер иелері екенін айтып отыр. Енді аты жөндермен айтып, оның қандай өнері бар екенін, немен айналысатындарын жазған. Енді жалқы есімдерді тап дейді. Жалқы есімдер бұл жерде адамның аттары, есімдері жалқы есім болып саналады. Үлкен әріппен жазылады олар. Мысалы, Қанат, Марат, Таңат, Талап, Самат, Сағат, Жанат, Манат деген сөз бұл жалқы есімдер болады екен балалар. Келесі жаттығуымыз 30-ші жаттығу. Берілген сөздердің бір әріпін алып тастап, жаңа сөз жаса дейді. Берілген сөздер бата, ба әрпін алып тастаймыз, ата болады. Әсел, әрпін алып тастаймыз, сел болады. Емен, әрпін алып тастаймыз, мен болады. Алдыңғы әріптері алып тастаймыз. Бірінші әріптен қаша деген кезде қарпын алып аша болады. Ажар деген сөзде әрпін алып тастаймыз үлкен. Жар болады. Асан дегенде әрпін алып тастаймыз, сан болады. Біз сонда жаңа сөздерді жасадық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 жалпы 12 сөз болды.
12 сөз болды. Бұл жерде Әсел деген жалқы есім, Ажар деген жалқы есім және Асан деген жалқы есім. Өйткені олар үлкен әріппен жазылы тұр. Адамның аттары болғандықтан үлкен әріппен жазылады. Сондықтан бұны жалқы есім деп санаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.